Әр тарафы мейданлық, бір сахра кыбы, бүрілген чечегі, ләлесі кыбы, айдынлық сеперкен, көнешнын нұры, шайырлер левқасы, Қырым чөллері. Мераба, урметлі телесерджилеріміз, әлбетте, ана ватанымызның әр бір көшесі гүзелдір, берекетнен толы чөллері, yüksek dağları, әмде терен, масмавы денізлері. Бүгін есе тарих излері программасы Жүрчі, яғни Первомайская қасабасындадыр. Первомайская, яғни Жүрчі, бұл Жүрчі районының мерkezінде ерлешкен, де Первомайская кой шурасына кірген қасабадыр. 1853-1856 сенелері Қырым женкінден сон Жүрчі койы терк етілген алда еді. Фақат 19 асырның 60 жыларының башында көге Ярвамаск уездінден 30-ға яқын эстон қорантасы көчіп келді. Қасаба ақында бірінші мәліматларны 1798 сенесі Орқапы шиыры ве уезлерінің тарифы китабында рас кетіре білеміз. Волости и важнейшие селения Европейской России Қылауыз китабында есе 1886 сенесі койды 28 азбарда 167 кіші аят кечіргені беріле. 20 асырның башында есе Жүрчі койы Перекоп уездіне кірсетіле. Койде 334 кіші яшағаны қайт етіле. Ән яқын демірйол станциясы да койден 25 километр, ат станциясы 12 километр, почта телеграф есе 4 километр яқынлығында ерлеше еді. Әлінің эксериеті мал бақмасының вейер ішлерінің оғыраша еді. Да, Жүрчі районында Тунч милядындан сақланып қалған иш әлетлері тапылды. 1921 сенесі Кой Жанкой уездінің Құрман Кемелчі районына, 1922-1924 сенелері Жанкой округына, 1924 сенесінден башлап Жанкой районына кірсетілді. 1921 сенесі Жүрчі койында мектеп чалыша еді. 1922 сенесінің башында китапхане де ачыла. 1925 сенесі октябрь айында кой хожалығының машина ортақлығы тешкөл олына. Жүрчі койы үшін шу яқларда бірінші Фордзон Путиловец тракторының пейда олуы пек емиетлі еді. Шу тракторының ярдымы иле кой фуқарелерінің ве шу тешкелят азаларының топырақлары сұрылды. 1931 сенесінден башлап койде кой хожалығы ингешаф етіп, мал сайысы артмаға башлаған. Яны техника, тракторлар, юк машиналар кетірілді. Соң бары құрылды, бақ-бақчалар екілді, бостанчылық да ингешаф ете башлады. Соң Россия койде Украинадан адамлар көчіп келе. Халил бей Бейтулаев 1948 сенесі Өзбекистанда Жизақ велиетінің Замин районында дүнияға келе. 1922 сенесі Самарқан шерінің кооператив институтында тәсіл алып, облисполкомда бөлік мүдірі вазифесінде веда чоқ ішлерде чалышты. Ана юртымызға есе Халил Эфенді 1991 сенесі Авдет ұлынды. Бірінші 91 сенесі Первомай районда раббит комбинатының директорлігінден çalışманы башлады. Оялары бір ел çalışтым, бір ярым çalışқандан соң райисполкомға мені Қырым бойынша заместитель председатель райисполком етіп өттім. О вақытлары біздің келген адамлардың бек көп нелері бар еді, қиыншылықтары бар еді. Олардың епсін башымыздан біздің халық кешірді, қолымыздан келген ярдымын епсін бередік. Білгеніміз кібі ялы бойында. Дағларда отырған кішілер ұзақ мемлекетлерден ватанымызға авдет ұлынғанда, сүргүлліктен әвел яшаған ерлеріне қайта алмадылар. Шунын үшін чөлде өзіне evler құрмаға мecbur олдылар. Біріншіден прописка мәселесі бек ağır еді районда да, Қырымда да. Бұны енді Қырымда мен бірінші районда комиссия пропискасының рейсімен болдым. Сондан соң көпшілер еңгілешіп, біздің халқын пропискалары епсі еріне түсіп кетті. Участка мәселесі, башқа мәселелер
Біздің районда, бұл Первомай районда еңілдірек болды не дегенде, епі адамдар ялы бойға бара алмады, шыққан адамдар, епі детанлық ана бабасының еріне қайта жағайды адамдар, лекін уақытлар шарайет болмады, прописка жоқ еді, адамларын алмайдылар, көбісі чөл районларға келді, мұнда бек көп ерлешті. Шо жыллары біздің районда 12.860 кішігечі болды. Бұна бүгінгече біздің районда геті 8.100 адам яшай біздің халық. Олар епсі яваш-яваш өзінің ана ветанын көйлеріне көшіп кетті, бақ сарай, ялы бойға өттілер яваш-яваш керлеріне елешілді. Бүгінлерде біздің халық яшай, чалша, қолынан келгені епсі асасы ішлерін өзінің қолдарымен бітірді. Огород тұтып, мал тұтып, ондай етіріп, ішлерін бітіріп, үйлерін құрып, шондай етіріп ерелер. Балдарын оқытылар. Бұл епі қиыншыларын епсін бір башындан өтіп кедім. Халил бей Бейтулаев өз вазифесінде булунарак халқымыз үшін пек чоқ иш япты. Қиын вазиетте қалған инсанларға, қоранталарға ярдым қолыны узатты. Өз туған топрағының тамыр халқы үшін бір саада меселелеріні чезмек үшін yol тапмақ әрекет етті. Бұл миллет ара ішлері бойынша теран ішлер азайды. Баштаға қарағанда азайды. Бүгін ол кішілерін күшетмек керек не дегенде тіл бар, медениет бар. Медениеттен біздің халық сау болсын, бек медениет жоғары, мұнда келіп Қырымда епсіне көрсетілер. Еде болған медениет культура, музыкальный культурамыз біздікі ең жоғарыда болса деп адашмам айтсам. Оны епсі оға қошылады. Мына шонда еткен вақиялар. Қысмет етіп, ветанымызда яқшылап яшап, ерлешіп отырмақ керек. Афсуски, шондай болып қалды, бұл вақиялардан сын халықтарын бөлінгенде болды. Илажы болса, шо ішлерін епсін өкімет башлары ойлап көріп, башларын қошып, адамдар бір қошылып, бір яқшылап яшамап, өз ветанның сайбы болмағын ниет етеміз. Первомайская қасабасының мерkezінде былтыр кен ве оңайтлы бір аллея açıldı. Шу аллея бою кетерек 77 ел әвелісі олып кечкен вахши сүргүнлүкні эпосы миллетлерге хатırlatып тұрған Қырым татар халқына қаршы ябылған геноцид құрбанларының хатырасына бағышланған абиде бар. Тарихымызда böyle bir қара күніміз бардыр ке 18 майыс 1944 yıl senesi ке bütün Қырым татар миллеті Қырымдан сүргүн етілділер. Ve elbette bizim vazifemiz енді қайтқандан соң оларны аңмақ, оларға дуа етмек. Иншалла, мына yıl тырышамыз жематмен берабер. Мында топлашмаға, оларға дуа yapмаға. Темерді балачықларымыз, олар ақында сағылысын ожаларымыз әзірлейлер, шиірлер оқилар, жанлы ола. Тек біздің миллетімізге дегіл, башқа миллетлерге, оларда böyle bir bazı işlerimize destek olalар. Ve elbette bu tarihimiz, elbette қара күндері hiçbir vakit unutmayық. Bu vakit bu abidinyan kelgende de bütünlerimiz şu vakıyanı eslep hepimizge bu ders olsun ki hiçbir vakit bu böyle bir facialı vakıya hiçbir vakit tarihimizde bulunmasın ki sağ selamet vatanımızda yaşap ve inkişaf yolundan кетейік. Жүрчі, яғни Первомайская қасабасының Беқомшы көйлер имамы Сервер Аға Егияев Жүрчі қасабасында жәмінің құручылық хикаясының біз ile пайлашты. Bizim camimiz şu 2000 yılında kuruldu ve sağ olsunlar Arap konsollarımız onlar yardım ettiler. Şu bir yarım yıl arasında kurulup çıktı o vakitleri. Ondan evvel elbette bilemiz şu 90'lı yıllarda böyle Kırım Tatarlar böyle bir toplum şeklinde Kırım'a kayıttılar. Ve en birinci meselesi elbette cami meselesi olgan edi. Ve bir yerde mesela camiler, tarihi camiler olsa da onlarını abadanlaştırıp, onlarla öz ibadetlerini kıldılar. Ve mesela köylerde böyle bir eski binalarını tapıp, onlarında da cami şekilde yapıp ve onda da ibadetlerini kıldılar. Bizim kasabamızda elbette şu kelgen zamanları bir bina var idi. O da şu mezarlık taraflarda ola, 10-15 adam katınaydı cuma namazıga. Ve 2000
жылында құрылғанда бұл епсі бүтін жамаат ибадет yapmağa, namaz kılmağa bu camiye keledi. Ve elbette ondan da gayrı erkun cemaat namazı kılına, cuma namazı kılına, cuma namazına da bir kıyla adam keledir her cuma sağ olsunlar cemaatimiz. Komşu köylerden keleler, Kalinin koyu var, Pravda köyleri var, başka köylerden yolcular da olabilir, cuma namazına keleler. Ondan da gayrı bayram namazlarımız geçi, elbette onlar da daha ziyadece camimiz tola ikinci katıda, birinci katıda bütün top dolu ol kemerde yerde kıyın tapmağa degen bayram namazlarda. Elbette iki bayramımız var. Ondan da gayrı evvelki yıllarda da iftarlar tantanalı geçirdi. Elbette sağ olsunlar dini idaremizden beraber dini idaremiz tarafından derslerimizi geçirdik. Balaçlar geldi, büyükler de öğrendi, Kur'an okuması, din marifleri. Ondan da gayrı bayramlar geçirdik, cemaatimiz iştirakçı oldu. Ve ondan da hepsi bile bir kuandılar elbette. Сервер Ожанын айтқанына көре, да, Жамиде Құран-ы Керим китабының оқымасы дерслері кечіріле, яғни қырымтадар арасында дини тарафтан да тәсіл алына. Son 61. yılı şu toplulukta işlerimde Tanske baraydık. Hepsi patroskalarımız. Olmadı ben 22 yaşındayım. Bizim Tanske o gresede bırakayım. Şu parkın içinde. Aytacağım bana karasam bir günü geldi bir 8-9 kızlar geldi. Karasam hepsi bizim halktan. Kırım Tatar kızları. Son benim dostum var ya bir Tacik olan. Yaxşı olan institutta okuyordu. Mağa ayta, kızlar geldi, yürüyün barıp tanışayık dedi. Ana son bardık, bunu Damski valisine etkende, fırıklaşa dedik. Yavaş. Şahitim tanışka dedim bana bu arkadaşıma. Arkadaşıma da Kurt Şerfe. Bu rahmetli kaynanan balları keşineken de son bir ebanay kampır aytkanı o. Gülsüm degen, ballarga kurtunu koşup koy degen. Kurt nesini koşsam ballarım sabık kalır degen. Ana 3 tane oğlu hepsi birbirinden ketken. Ana balar 3 tane kız, bu ana da Kurt Şerfe. En küçükleri sağ olsun, nerede Nijli Gorus'ta. Büyükleri oldu, hepsi geçindi. Bana şu bir kardeşleri kaldı açacağım. Ana şahitip 60-61. yılı evlendik. Ana 61. yıl evlendik. Şuna 3 tane balamız var. Жүрчү Кой Сакені Делевер Картбаба Сид Халилов икметлі ve мераметлі картларымыздың векилідір. Озу Делевер Картбаба 1938 senesi Seyitler rayonunda dünyaga kelе. Эпосы vatandaşlarımız gibi bizim karamanımızda anasının sorgunlukке oğray. Şu vakıyanı karti bugün göz yaş döküp hatırlay. Kırım'dan çıktığımızda Mirzaçöl'e gelip düştük. Mirzaçöl'de anda bir eski barak var idi. Adı Amerikanski barak diyediler. Anam rahmetli, bitalarımız, karpabamız hepsi şu Mirzaçöl'de tip hastalığından, sıcaktan dayanamayıp hepsi geçirdi. Son anam rahmetli Pekarne'de işledi. Pekarne'de uğurça olup işledi. Şu un netkende, toğulgende şolan sıpırıp alıp geledi. Biz 3 balaydık. Ana son barjonlar var idi, poyizler. Olar kıslaydılar poyizdan. Kömür, jımıyık, çuңuldur, bakılaşan şonda şeyler. Bizim baraktan olar bir şey almaydılar. Toka poyizdan kıslaydılar. Ana olar bize kömür alıp geldiler, jımıyık alıp geldiler. Anam rahmetli umardı jımıyıkını, ununu ekevin kaçtırıp, bire edip, şaytip bizim östürdü. O barakta oturganımızda bir şey yok. Svet yok. Ana sveçkaman oturam, onda tutuyor şonday ne? Bir malden o kanar kaplardan toşek etken edi. Toşekin içi bitti olgan edi. Aytacağım tekaran ayakta turgan son anam rahmetli şoların hepsini dışarıga çıkarıp jaktı. Jakkanda ana o bitler, sürküler
неде порохтай шайтып, пүчір шайтып, яваш он не көчкен еді. Молс колхозына. Кой сәкенлері Векой имамының айтқанына көре, Зелевер Қатбаба әр дуада мұтлық иләхилер ерлай. Bismillahirrahmanirrahim. Ruh Resulü salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Cennetten çıktı Adem, dünyaya bastı kadem. Bunu der erdem. La ilahe illallahu, la ilahe illallah. Дада Жүрчі қасабасының Гүзел векен медениет еві бар. Шу медениет евінде де ватандашымыз Эльмира Меджитова чалыша. Озы Эльмира ханым 1991 сенесі Күнешлі Өзбекистанның Андижан шерінден Қырымға Жүрчі қасабасына келді. Здесь интересная культурная жизнь. В районе 31 учреждение культуры клубного типа действует. И наш Первомайский районный дом культуры как бы координирует работу всей клубной системы и ведет методическую работу, культурно-досуговую работу. И в частности в районном доме культуры есть разнообразные кружки художественной самодеятельности, среди которых вокальные, хореографические, декоративно-прикладного искусства и также крымско-татарское вокальное трио «Селям», руководителем которого является Сейдометов Мустафа. Мы проводим районные мероприятия. Сейчас в связи с пандемией мы перешли в онлайн-режим на работу в дистанционном формате. Но в этом году, как и каждый год, собственно говоря, мы проводим районный крымско-татарский фестиваль «Гузель-Крым», где в этом году активно приняли участие работники наших клубных учреждений. Кроме этого, мы в те года проводили и религиозные мероприятия, посвященные дню рождения пророка Мухаммеда, Ураза Байрам, Курбан Байрам. Также как-то один год мы проводили мероприятия в нашей Первомайской мечети Джурчи. Жүрчі қасабасының аятыны, ичтимаи яшайышыны айдынлатқан, аптада бір кере шыққан «Вперед» газетасының баш муариры вазифесіні вақтынша эда еткен яшве истидатлы Эльзара Идрисова газетаның чықуынын бағлы олған инжеліклерінен біз иле пайлашты. Основная деятельность наша – это освещение событий района, поселка и всех прилегающих сел. То есть мы освещаем не только жизнь нашего поселка, но и пытаемся показать всем людям, жителям села, о том, что происходит положительного в нашем районе. Освещаем все события, стараемся людей информировать вовремя. Любую важную информацию, в принципе, все население может увидеть в нашей газете. Газета уже у нас существует 85 лет. Это большой значительный срок для такой районной газеты. Это, наверное, одно из немногих предприятий, которые существуют так много лет в нашем районе. Первый наш номер вышел в 1935 году, 30 января. Тогда газета называлась «Сталинский путь», и был редактором Ефим Вильштейн. Позже, это в 1956 году, называлась уже газета «Слава труду», и только в 1967 году газета стала называться «Вперед». Тогда редактором был Гурин. Он проработал очень много лет. Из самых таких значительных людей, которые здесь работали, можно выделить Гурина, Александра Тимофеевна Слесарчук, Петра Петровича Тарасенко, Альберта Кузьмича Куликова. Было очень много людей, которые здесь трудились, и то есть все они вложили какую-то свою лепту в развитие этой газеты. Эльзара ханым оз генч яшына бақмадан, оз туған қасабасы үшін бөле бұйық ишлер япа.
В нашем музее расположено 4 зала. Первый зал – это край дореволюционном периоде. Второй зал – это период Октябрьской революции. Третий зал у нас – годы Великой Отечественной войны. И четвертый – район годы восстановления народного хозяйства. В 2020 году мы сделали постоянно действующий стенд. К 85-летию редакции «Вперед» мы сделали стенд вместе с сотрудниками редакции «Вперед», с ветеранами. Мы создали стенд, посвященный истории редакции в лицах, где мы показали историю всю от начала до конца, где мы расположили там газеты, и также нам принесли сотрудники экспонаты. Стенд мы сделали, посвященный воинам-интернационалистам. Он будет у нас постоянно действующий. На нем тоже очень много всякой информации, истории Первомайского района и наших погибших и не погибших афганцев. Аңлағанымыз кыбы музейнің эсас мақсады бұл медени, маневи, милли дегерліклерні сақламақ, музей рафларны қиметлі шейлернен толдырмақтыр. Невбеттікі қараманымыз бұл Султания Халиловадыр. Султания ханым тамам Жүрчі қасабасында 1989 сенесі доғып, мында ерлі мектепте тәсіл алды. Соңра есе Ақмеждит шерінде Али оқув юртыны бітіріп, Остуған көйінде çalışмақта. Сейчас работаю в отделе культуры, межнациональных отношений. Работа очень интересная. Да, не по образованию, но тем не менее я очень довольна. Довольна нашим населением, так как работа столкнулась именно с этим. В поселке люди очень отзывчивые. Если у нас проходят какие-то акции, какие-то мероприятия, люди всегда отзывчиво реагируют, всегда помогают в мере своей возможности. Все мероприятия дружно посещаем. Да, конечно, сейчас немножко это сложно, но тем не менее онлайн все мероприятия, все участники, все участвуют активно. За это чох сауnas, да, как говорится, и нашим, и окружающим селам, деревням, все молодцы, всегда мне приходят на помощь. Қырым деген ватанымның, Қырым деген халқы бар. Мында атқан әр танымның, өзіне хас зевқы бар. Ғұрурланам милетімнен, йықылса да тұрған хал, өз жанынен, өз елінен, меканыны құрған халқ. Бүгін тарих излері программасы Жүрчі районының меркезі деп сайылған тамам Жүрчі қасабасы ақында тариф етті. Егер де сіз өз койыңыз яда шееріңіздің кечміші везе маневи аяты ile пайлашмаға істесеңіз, бізге мұражат ете білесіңіз.